Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын арахис шаңға қосылған және тез дайын болатын пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге бөлме температурасында сары май қажет болады. Сұйық май қосамыз. Одан кейін ұнды електен өткізу арқылы аз-аздан қосып, осылай бір келкі масса шыққанша қамырымызды дайындап аламыз. Қамырға қант қосамыз. Және бір ас қасық қаймақ салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды 15 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Енді осы аралықта пирогтың начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады, қаймақ қажет болады және вареный сгущенка қажет болады. Және қант саламыз. Енді осы барлық ингредиентті миксермен араластырып аламыз. Енді формамызды алып, форманың ішін майлап аламыз. Менде арнайы торт пісіретін форма емес, сондықтан майлап алдым, жабысып қалмас үшін. Енді қамырымызды осылай бір келке етіп, форманың ішіне жайып шығамыз. Начинканы құйып, 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пісуге 10 минут қалған кезде пештен шығарып, арахис жаңғағын сеуіп аламыз да тағы да 10 минутқа пісіріп аламыз. Қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен шоколадпен безендірдім. Өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.